Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласы 9-шы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі және Абай әлемі клубының жетекшісі Сапарбекова Балдығыс Мұсақолқызы. Біздің мектебімізде Абай әлемі клубы бірнеше жылдан бері қызмет атқарады. Абай әлемі клубының мақсаты Абай өлеңдерін, жалпы Абайдың поэзиясын, әндерін, күйлерін, поэмаларын, қара сөздерін жас ұрпақтың бойына сіңіре отырып, Абай шығармаларын насихаттау. Осы мақсатта біздің мектебімізде бірнеше жылдан бері Абай әлемі клубы жұмыс жасап келе жатыр. Абай әлемі клубының мүшелері 5-11 сынып оқушыларын қамтиды. Абай әлемі клубының мүшелері жыл сайын дәстүрлі түрде өтілетін мектепшілік, аудандық, облыстық, республикалық Абай оқулары байқауының жеңімпаздары. Атап айтқанда, осы Абай, ұлы ақын Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған республикалық Абай әлеміне саяхат конкурсының жеңімпазы 3-ші орын алған Батырбек басшыны атап кетуге болады. Абай әлеміне саяхат байқауының 2-ші орын жеңімпазы Қабдуллин Мадияты атап өтуге болады. Міне, біздің Абай әлемі мектебі Абайды зерттеу, Абайдың әлеміне саяхат жасау, Абайдың өлеңдерін насихаттау жолында бірнеше іс-шараларды атқарып келе жатыр. Бұл жас ұрпақтың Абайға деген құрметін, ұлы Абайдың поэзиясына қосқан үлесін насихаттау жұмыстарының бір тармағы деп айтуға болады. Мектебіміздегі Абай әлемі клубының мүшесі, облыстық, республикалық Абай оқулары сайысының жеңімпазы, 8-ші сынып оқушысы Қабдуллин Мадияр Сұлтанбайұлы. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған Абайға арнау атты өлеңін қабылдаңыздар. О ата, қара сөздің өресі едің, өлеңнің құдіретті төресі едің, жасындай жарқыраған жыр тарланы жасанды ақындардан немес едің.